Қайырлы күн. Бүгін сіздерге 60 адамға арналған бір қойдың етіне жасалған дымляманың рецептісімен бөлісемін. Ерекшелігі, қойдың басын осы дымлямамен бірге бір қазанда пісірдік. Кез келген той жиындарға, маевкаға осы тағамды жасап, жақсы пікірлеріңізбен төменде комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Алдымен қойдың етін және басын жақсылап жуып, тазалап, еттерін осылай бөліктерге бөліп, видеодағыдай дәлме-дәл жасап отырыңыздар. Толық ингредиент төменде описание бөлімінде жазылған. Қойдың басын жақсылап жуып, тазалап болған соң, осылай қойдың іш майына ораймыз. Кез келген малдың іш майын қолдансаңыздар болады. Басқа да рецепттерімді менің каналымнан таба аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз, және де достарыңызға бөлісе отырыңыз. Қойдың басы дайын болды. Енді дымляманың толық жасалу жолын бөлісетін боламын. Алдымен үлкен қазанымызға сұйық майымызды құйып, оның үстіне туралған пиязымызды салып шығамыз. Одан соң қойдың туралған құйрық майын салып, үстіне қалған пиязымызды салып шығатын боламыз. Енді үстіне тұзымызбен кез келген дәмдеуішті қосамыз. Бұл этап тамақтың асты күймей, сорпасы мол болып, сулы, дәмді болу үшін өте маңызды рөл атқарады. Одан соң туралған сәбізімізді салып, үстіне қойдың басын және еттерін ақырындап салып, орналастырып шығатын боламыз. Аз ғана тұз сеуіп шығамыз. Бізде ет тұздалған. Етіміздің үстіне ірі етіп туралған картофымызды салып, үстінен тұзымызды салып шығамыз, дәміне қарай қосамыз. Ең үстіне ірі етіп туралған капусталарымызды жақсылап орналастырып шығамыз. Бұл буды ұстап тұрады. Яғни тамағымыздың толық сулы болып пісуіне үлкен рөл атқарады.
Енді үстіне туралған укроп, көк пияз, петрушка, кинзамызды салып, бетін жақсылап, ауа шықпайтындай етіп жауып, 3-4 сағатқа баяу отта пісіріп аламыз. Дымлеманың бетін ашып, қайта қозғауға болмайды, себебі қойдың басы піспей қалуы мүмкін, картопымыз езіліп қалуы мүмкін. Сондықтан тамақтың бетін мүлдем ашпаймыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Видеодағыдай езіліп, сулы болып, керемет болып пісіп шыққан. Ақырында осылай оралған басымызды алып шығамыз. Піскен қойымыздың басын арнайы бөлек тарелкаға салып, шмайынан ажыратып, оны үйдің үлкені келген қонақтарға басымызды ұсына берсе болады. Байқағандарыңыздай сүйегінен ажырап, өте керемет болып піскен. Сондықтан да міндетті түрде осы рецепт бойынша қонақ күткенде міндетті түрде жасап, жақсы пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Болмаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз және достарыңызға жіберіп қойыңыз. Біздің тағамымыз дайын. Ас болсын.